Қазақстан Республикасының өнер майталманы, айтыскер, ақын Ринат Зайытов премьер-министр Әлихан Смайылов бастаған билік өкілдеріне хат жолдады. Өзінің хатында айтыскер ақын күні кеше біздің депутаттардың ішінен Қазақстанда кез келген азаматтың өмір сүруі үшін айына 100 000 теңге жетеді деп жұртты шулатыпты. Халық депутатты жерден алып жерге салып 100 000 теңге қайда жетеді деп өкпеледі. Дәл осы кезде 2 жылға жуық уақыт бойы бірнеше бухгалтермен ақылдасып, өзім жауабын таппай жүрген бір сұрақты өздеріңізге қоюға бел будым. Ендігі сұрақ: Алатау дәстүрлі өнер театрының кассирі Сәрсенова 3 баланың анасы ипотека төлеп отыр. Айлығы 74 705 теңге. Дәл осындай жағдайындағы контроллер Рақымғалиева 72 791 теңге алады. Ал үйі жоқ 3 баланың анасы контроллер Табанова 67 044 теңге айлықтық қанағат тұтуға мәжбүр. Айтыңыздаршы, дүкендегі бағалардың балалардың қарапайым негізгі қажеттіліктерін ескере отырсақ, көрсетілген ақшаны олар 30 күнге қалай жеткізбек? Жауабын сіздер білулеріңіз керек. Олай дейтін себебім, мемлекеттің шешуші лауазымдарына орналасып, теледидардан Қазақстан дамып келе жатыр, елдің жағдайы жаман дейтіндер экстремистер, популистер, арандатушылар деп айдар тағып отырған өздеріңіз. Мен де сол қатарға оңай қоспауларыңыз үшін сұрағыма қанағаттанарлық жауап тауып бере алсаңыздар, қызметімді өз еркіммен босатып, сіздердің тараптарыңызға бірде-бір жаман сөз айтпай, берген барлық мадақ атақтарыңызды қайтарып беріп, сонымен қатар айтыстан ұтқан асыл домбырамды сыйға тартуға уәде берем, деді айтыскер ақын.